Саламатсыздар балдар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы балдар уақытты қалай анықтаймыз. Тақырыбы бойынша бүгін жұмыс орындаймыз балдар. Уақыт дегенді жалпы қалай түсінуге болады балдар? Уақыт есептейміз. Мысалы, бір тірлік болатын болса, соны біз уақытқа сай орындауымыз керек. Бір сағат болса, бір сағат, екі сағат болса, екі сағат ретінде орындап шығуға болады. Жалпы негізгі уақыт сағатпен есептелінеді деген. Ал сағат балдар қодрағдайды. Сағат балдар естеріңізде болатын болса, осыдан 3,5 жыл бұрын сағатты адам ойлап тапқан екен. Ал ол қандай сағат екен? Ол күн. Жалпы негізгі сағаттар осы күнтізбеге байланысты да болады балдар. Күнтізбе деген болады бізде, қазір жылдың қай мезгілі балдар? Көз мезгілі. Міне көз мезгілі. Көз мезгілінде қандай айлар жатады? Кім атайды? Ата. Қазан, қараша, қыркүйек. Қыркүйек. Ой, молодец. Қазан, қараша, қыркүйек осы не жатады? Күз айлары жатады. Жалпы бізде жыл мезгілі қаншаға бөлінеді балдар? Қандай кім айтады? Әміре. Қандай бірінші? Көктем. Жаз және күз. Ал енді апта деген бар бізде, иә? Аптада қанша күн бар? 7 күн бар. Кім атайды? Үміт. Бір аптада 7 күн. 7 күн бар. Атаймыз. Қалай атамады? 7 күн. Дүйсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Рахмет. Молодец. Тамаша болар. Енді тапқан сағаттардың барлығы кемшілігі көп болғандықтан ең соңында біз мынандай сағатты ойлап тапқан едік. Қараңдар. Біздің қазіргі пайдаланып жатқан сағатымыз осындай сағат болады. Бұл сағат, қараңдар, сағаты болады, минуты болады, және секунды болады. Қазір мен мысалы мына сағатты жылжытып былай қоятын болсам, қанша болды сағат? Кім айтады? 12:30 минут. Олай болмайды балдар. Қорғай емес, бір адам жауап беру керек қой. Кім жауап береді? Айтамын. 12:20 минут. 12:20 минут. Әрбір сөздің арасы қанша минуттан? 5 минуттан. Рахмет балдар. Енді сонымен балдар, осы үлкен сағаттың алдында әміре қандай сағат пайда болды бізде? Құм сағат деген болды. Мына құм сағат деген мынандай балдар. Осындай сағатпен уақытты өлшеуге болады деді. Енді балдар біз нені бастаймыз? Сабағымыз отырмызды бастаймыз. Екінші бөліміміз бізде не сабақ? Көркем еңбек сурет салуымыз керек. Альбомды ашамыз, дайындаймыз. Жоқ, екінші төрт сызамыз. Сөйтіп бізде екіге бөлеміз. Ал енді соны салуымызды бастаймыз. Әдемі ойланамыз. Сағат салған кезде балдар, біз 2 сағаттың түрін орындайық. Тестті біреуі столдың үстінде тұратын сағат болсын, екіншісі қабырғада өзі тұратын сағат болсын. Соның 2 сағатты біз аяқтап жүргізуіміз керек. Сөйлесіміз алып, иә? Әдемелік салған болды. Жаңағы сыртқы фондарын түстерін ажырата отырып қалуырыз. Біреуін жылы түспен, біреуін суық түспен көрсетеміз. Жылы түспен бояғанымыз сары түс болады да, суық түспен бояғанымыз Когда салам ползает, четверочку бояют достанешь.
Молодец. Өте жақсы жарайсың. Енді тілдерді сандарын көрсететін бөлім. Нұрбол молодец. Ол аяқтарының жұмыстардың бәрі ғой. Әкімнің жұмысы молодец қана. Түстімдерден бір жол істегі түстімдерден түстір. Және аяғалықта тамаша жұмыстың біреуі саналады. Біреуі дегенімізде түстім олғаны. Не аяғылы? Балдар салған суретті талдауға көшейді. Және қорытындылаймыз сауалымызды. Қарақат ортаға. Бірінші қарақаттан бастаймыз. Қарақат өзінің жұмысын тез талдап береді. Салған суретім. Бірінші орнықты тұратын сағат, екінші қабырға сағаты. Керемет. Енді осы салу барысында қандай түстерді қолданымыз қарақат? Оны қалай дейміз біреуін? Сары түсті. Жылы түсте өтеміз да, ананы жылы түсте болды. Екеуі де жылы түсте болды. Рахмет, отыралмай жарайсыз. Келесі, бізде міне керемет бір жұмыс болды. Ең сағаттың түрі, біреуі қандай сағат? Стол қауындыққа алатын сағат, екіншісі қабырға сағаты. Байқайсыңдар ма қандай керемет салынған сурет болып шығады? Ал енді бұл екеуінде қандай айырмашылық бар? Түстерінде. Мынау қандай түске жатады? Біреуі суық түс, біреуі түс. Рахмет айтыңдар. Келесі шанс. Қабырға сағат, мынау үстелде тұратын сағат. Екеуі де жылы түсті. Жылы түсті сағат. Жарайсыз, болады. Мынау жылы түсті, мынау да жылы түсті. Жылы түсті болады. Рахмет. Салған жұмыстарымыз бәрі толық қорытындылап бағалайтын боламыз. Мынау стол сағат, столда тұратын сағат. Анау қандай түстермен боялған? Екеуі де біреуі Суық, біреуі жылы. жылы түстермен. Рахмет, отырамыз. Балдар, салған сурет толық аяқтаймыз. Аяқтаған балдарға үлкен рахмет. Аяқтап алмағандар үйде соны толық аяқтаймыз. Одан кейін бағалып, мен өзім бағасын қойып береміз.